Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Келіп жеткен жаңа жыл мерекелеріңізбен, маңдай аласапыран заманда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қанша алыста жүрсек те жүрегіміз әрқашан қазақ ел деп тұрады. Енді бүгін сіздерге осы Польша елінде жаңа жылды қалай тойлайды, жалпы соны көрсетіп өтейін. Жалпы тек қана Польша елі емес, бүкіл Еуропада солай бір-біріне ұқсас тойлайды. Енді мен тұрып жатқан қала Вроцлав қаласы. Осы қалада жаңа жылды жалпы ярмарка деп қояды. Оны жаңа жылға бір ай қалған кезде оны ашып бастайды. Орталыққа ағаш бутиктарды қояды, кішкентай. И солардың ішінде әркім өздерінің заттарын сатады. Біреу тамақ сатады, біреу ойыншық сатады, біреу жылы киім сатады деген сияқты дүние. Соларды мен сіздерге бүгін нақтылап көрсетіп өтемін. Енді олар өте әдемі, жалпы өз басыма ол өте қатты ұнайды. Жыл сайын ашылады жаңа жылда. Жазда да ашылады белгілі бір уақыттарда өздерінің мерекелерінде. Бірақ енді жазда енді кішкене басқаша болады, қар жоқ деген сияқты ондай бір қатты көрініс, күшті әдемілік бермейді. Ал жазда қыста асқаны өте әдемі болады да, жалпы өзіме қатты ұнайды. Енді Польшада Вроцлав қаласындағы ярмарка осы Польша ішіндегі ең әдемі ярмаркалардың бірі болып саналады. Қателеспесем үздік үштікке кіреді жалпы. Бірінші орын көбінесе сол Краков дейді, екінші орынды Гданьск жаққа береді, үшінші орынды осы Вроцлав қаласына береді жалпы. Мен үшін бірақ Вроцлав бірінші орын. Өйткені өзім тұрып жатқан қала ғой, қаншада екен мен. Ярмарка міне осы жерде басталады. Мына жақта трамвайлар келеді, сосын адамдар осылай қояды. Бүгін қаңтардың 3-і, адам көп. Сенбі күнді да бүгін ше. Егер бірінші видеомды көрсеңіздер, Вроцлав қаласы туралы сол видеода айтылған бәрі. Мына жерде көрсетілген, ол жерде бірақ ағаш үйлер жоқ болған. Ол бірінші видеомда. Бас киімдер бағаларға жетеді. Dzień dobry. Dzień dobry. Co ile kosztuje? 220. 220. 220 zł. Tak, proszę. Бас киімдер. А ten? 2500. Aha. 360 zł. 200 мың теңгеден киім, бас киім. 15 мың. Dziękuję. Туристерден ақша табуға қой, рахмет. Екі жүз мың теңге деген біреу айлығы екен ғой. Қымбат екен білген, бірақ енді соны бай қымбат болады деп ойламаппын. Қолым тоңып кетті. Перчатка алу керек сияқты. Бүгін -1 градус. Пошла. Көзсіз ойнап жатыр. Жел соғып тұр кішкене. Сәлем қонтыспайға. Ол 8 злот дей ма? 3 теңге. 3 евро дейді, 12 злот дейді. Балансың ойнайтын жағына барып қайтайын.
ертегі айтып жатыр. Ішінде шай ішіп, типа, кофе ішіп, арақ ішіп отырамыз, сондай бір бөлелер. Ресторан. ертегі айтып жатыр мына жерде. Оның жерде пиво, тамақтарын заказ беретін жерлері. Күшті жасаған негізі. Былай қарай анжық қылып. Бір злоты 140 теңге бар. 20 злот дейді. Мені 3000 теңге бар. Злот дейді, 3000 теңге дейді тамақтар. Клубный шоколад. Үстінде жазып тұрады. Не заттар сатылатыншы. Әрбір ағаш енесінде. Значит, балдармен вино сатады екен. Ich mag das nicht. İçine gidelim böyle. Мен 6000 теңге ғой. Оны айналуға болады екен. Мынау былтыр болмаған. Биыл жаңадан алынған екен. Қызық емес ау. Бірақ адам көп екен. Ол жүреді ғой. Сөйтіп ботиктары. Күн суық, тез арылау керек та қайту керек үйге қарай. Ананы жылда қояды. Бірақ биыл мына жаққа қойды. Былтыр қателеспесем ар жақта таман тұрған болатын. Ана елканың ар жағында болған болатын. Мына жерге туалет қойып қойды. Онда екі нені қойды. Мынандай бәлелер бар. Кіріш. Ішіне ыстық арақ қосылған бір не құйып береді. Егер 40 злот төлейсіз аласызшы,
40 злотты сондай бөлек. Бірақ ана қайтадан алып келіп берсеңіз ыдысын жарты ақшаңызды қайтарып береді да. Сол үшін алып кетсеңіз болады, бірақ бәрібір уже төлеп саласыз да, бір сөз айтқанда үйге қарай ішіне құйып аласыз да соғысты арық. Тамақтарды 31 злотын 4 мың ба 5 мың теңге болады. Біреу концерт қойып отыр. Dobrze, moi drodzy, będę w tym utworze potrzebował wasze wsparcie będzie nam bardzo potrzebne. Wystarczy nam taki krótki okrzyk: hej, wrogo, na pewno damy radę. Próba generalna: hej, 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 follow, follow! To elfowa piosenka ulubiona naszego elfa Jędrzenia, który właśnie syrop świętego Mikołaja. Nie jest żadne. A to z kim się weselnie? Syrop świętego Жақта баратын жерлер бар. Тоже барып көрсетіп кетейін. Биыл көп қойыпты. Былтыр мына жерде жоқ болған, мына ағаштар ар жағында болған. Ана екі үлкен белеш. Мына жерде гүл сатады. Ойнайтындар қойыпты. Мағдалелерде былтыр болмаған. Биыл қойып қойыпты. Үйіңізге алып кетсеңіз болады. Немесе алып бараса жарты ақшаға отырасыз. Мен былтыр ойнаған болатынмын лақтыратын. Бәрін қорытсаңыз сыйлық аласыз. Қиындау әңгіме. Ақша ортаға қойын бағасы 25 болып. 3,5 мың теңге ғой. Қалай қарай қайтайын. Аман іште кіруге болады, жүріп бәрін, бірақ та жақсы тұрады. Қой. Шашылып жатқан ақша жоқ. Көріп қайтсақ соны өзі жетіп отыр. Ары қарай жылжиын. Енді кішкене біраз жері жүремін. Ал яқаш өтізуден бітеді, жаңа бастаған жеріме келеді.
өте көп адам. Шошқан еті ұзаққа қарауға болмайды, анда пісіріп жатыр даже. Өстіп асықпай жүреді, уақыттарын өткізеді. Чиптер. Адамдар сөйтіп кетіп жатыр. Неше түрлі иістері болып отыр ғой тамақтың іші. Мына жақта түсіріп жатыр. Жаңа бастаған жеріме келдім. Жалпы осында Польшаның ярмаркасы. Жалпы Еуропаның.